Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде 4-ші сабақ. 4-ші сабағымыздың тақырыбы брокерлер және брокерлік бағдарламалар және сонымен қоса брокерді таңдау деп аталады. Жалпы брокер дегеніміз не, брокерлік бағдарлама деген не және оны қалай таңдаймыз деген сұрақтарға осы сабақта нақты жауап алатын боламыз. Енді былай түсініп көрейік. Мына жерде схема бар. Ол схема негізі маған ұнайды, өте керемет етіп түсіндірген. Сол жағынан қарайтын болсақ, мына бір әйел кісі, бір ер кісі тұр. Біреуі хочу продать, біреуі хочу купить деп тұр. Яғни біреуі сатқысы келеді бір акцияны, біреуі сатып алғысы келеді. Олардың барлығы мына ортада тұрған биржадан акцияларды сатып алып сатады, яғни толық базардан. Ал ол базарға қарапайым тұрғындар, яғни мына әйел кісі де, ер кісі де бірден доступ ала алмайды. Ал брокер толығымен рынокқа толық доступ ала алатын және қарапайым тұрғындарға, қарапайым халыққа сол нәрсені қолжетімді ететін адам немесе бағдарлама. Яғни қайталайық. Мұндағы әйел кісі және ер кісі осы брокер арқылы ғана биржадан акцияларды сатып алып және сата алады. Ал брокер өз кезегінде сондай қызметті көрсеткендігі үшін осы адамдардың барлығынан комиссия алады. Оң жағында тоже көрсетілген. Мында керінше тұр, тағы бір ер кісі тұр, астында әйел кісі тұр. Біріншісі хочу купить, екіншісі хочу продать деп тұр. Биржадан мына брокер толық айналым жасай алады. То есть оң жақтағы ер кісіге қарасақ, хочу купить деп тұрған. Ол адам бір акцияны сатып алғысы келеді. Ал мына жағында, сол жағында бір әйел кісі наоборот хочу продать деп, яғни сатқысы келіп тұр. Бір акцияны сатады, яғни бір акцияны сатады брокер арқылы биржаға, ал брокер на жақтан, яғни оң жағынан хочу купить деп тұрған ер кісіге сол акцияны жеткізіп береді. Екеуінен де комиссия алады брокер, яғни екеуінен де табатын пайдасы тек комиссия арқылы. Ал біздің основной пайдамыз сол акциялар сатып алған кезде үстінен, яғни акциялардың өсуінен табылған пайда. Яғни брокер дегеніміз осы. Қазақстанда өте көптеген брокерлер және брокерлік бағдарламалар бар. Солардың әрқайсымен бүгін танысып, ұсыныстар жасап көреміз. Қазақстанда ең атақты, ең танымал деген брокерлер осылар. Негізі бұдан да басқа брокерлер бар. Олардың ең біріншісі Жусан Инвест, екіншісі Халық Финанс дейді. Үшіншісі Freedom Finance, төртіншісі Қазпост Инвестор, ал бесіншісі BCC Invest. То есть осы 5 түрлі брокерлік компания бар. Бізге америкалық рынокқа және Қазақстанның акциялар рыногына бізге мүмкіндік ашып, жол ашып беретін брокерлік бағдарламалар деп айтуға болады. Яғни Жусан Инвест және Халық Инвест немесе Халық Финанс бұл кәдімгі Жусан банк пен Халық банктың бір құрам бөлшегі, яғни ішінде солай акциялар сатып алып сатуға да болады. Егер өзіңізде телефонда приложение бар болса, Халық банктың кәдімгі приложениесі бар болатын болса, онда соның инвестиция дейтін тоже бөлім бар, сол жерден қарап көрсеңіз болады. Тура сол секілді банктер бар, Freedom Finance, BCC Invest немесе Қазпошта. Осылардың барлығында акцияларды сатып алып сатумен айналыссақ болады. Енді осылардың ең танымалдары, ең көп қолданудағылары осылар жоғарыда көрсетілген үшеуі, яғни Жусан Инвест, Халық Финанс және Freedom Finance. Freedom Finance негізінен алғанда енді ғана пайда болып келе жатқан жас компаниялардың бірі, жас банктердің бірі, яғни Қазақстанда. Ал астында Қазпост Инвестор немесе BCC Invest дегендерді өте сирек қолданады. Сол себепті мен оларды бүгінгі тақырыпқа тым үлкен болып кетпесін деп қоспай қойдым. Қалсаңыздар өздеріңіз зерттеп көрсеңіздер болады. Енді ең бірінші Халық Инвестқа тоқталайық, яғни Халық Финансқа. Халық банкте бізде схеманы қарасаңыздар, КС және АХ дейтін бар. Ол КС және АХ деген бұл Қазақстанға тиелі, жаңағы біз бұған дейінгі сабақтарда айттық қой, яғни дұрыстап мән беріп қараған болсаңыздар, S&P 500 дейтін Американың ең мықты 500 компаниясын өзіне біріктірген бір фонд бар дедік, дұрыс па? Яғни біз ол фондты сатып алсақ, Американың ең мықты 500 компаниясына ақшамыз салған боламыз. Тура сол секілді Қазақстанда тоже сондай фондтар бар. Олардың біріншісі КС, екіншісі АХ. Бұлар тоже Қазақстандағы ең мықты компанияларды өзіне біріктірген. Нақты саны қанша екенін білмеймін. Бірақ Қазақстандағы ең мықты компанияларды өздеріне біріктірген сондай бір индексный бір фондтар болып табылады. Бұл компаниялардың ішінде ең танымалдары Эйр Астана, Қазтрансойл, Қазатомпром, Каспий банктың акциясы, Халық банктың акциясы деген сияқты компаниялардың акциялары бар. Енді Халық Инвест брокері бізден мынадай комиссиялар талап етеді. Яғни біз әрбір брокерді таңдамас бұрын оның комиссиясымен және
олардың қаншақты дұрыс жұмыс атқаратындығымен танысуымыз керек. Халық инвестпен жұмыс жасағымыз келсе, ол жерде Қазақстанның рыногындағы акцияларды алу үшін, Қазақстанның базарындағы акцияларды сатып алу үшін бізге 0,04% комиссия ұстайды. Яғни біз 100 мыңға сауда жасасақ, біздің 400 теңгемізді алып қояды. То есть комиссия ретінде 400 теңгемізді алмайды, өйткені минимум выплата бізде 1000 теңге болса алады. То есть как минимум 1000 теңге алады. Бірақ если сіз 1 миллион теңге сауда жасасаңыз, онда уже 0,04% болып саналады. Бұл кезде как минимум 1000 теңге алады. То есть бізде 400 теңге, 300 теңге комиссия алыну деген жоқ. Как минимум 1000 теңге комиссияға кетеді. И халық инвестте бізде просто так счетымызда ақша тұрғаны үшін бізден ешқандай ақша алмайды. Яғни біздің счетымызда сол жерде ақшамыздың болғаны үшін ешқандай комиссия ұстамайды. Сол жерде өздерінде сақтап бергендігі үшін ақша ұстамайды. Просто ол жерде счет тұра береді. Ал ақшаны шығарып алу үшін комиссия зависит от банка деп жазылыпты. Яғни бұл жерде в основном өздерінің официальный сайттарынан алынды. Яғни қандай банкте қандай комиссия, соған байланысты. Ал халық инвесттің өзінің банкінде білсем комиссия болмайды, өзінен ақша шығару. Бұл Қазақстанның рыногындағы халық инвесттің ұсынатын бізге комиссиялары. Енді екіншісі халық инвесттің америкалық рынокта, яғни шетелдік рынокта акцияларда ұсынатын комиссиялармен танысып көрейік. Негізінен алғанда брокерлердің көбісі Қазақстан компанияларына қарағанда шетелдік компанияларға доступ ашу үшін, яғни олардың рыноктарына доступ алу үшін көбірек ақша төлейді. Соған сәйкес комиссиясы да өте көбейетін болып табылады. Мысалы, халық инвесттің несін қарап көрейік, комиссияларын қарап көрейік. Бұл жерде бізде яғни сделка жасаған кезде, сатып алған кезде немесе сатқан кезде ең бірінші кезекте міндетті түрде 0,01% комиссияны просто алады, яғни 0,01% комиссия. Ол өте аз әрине, бірақ одан бөлек дополнительный комиссия бар. Дополнительный комиссия әрбір сатып алған сайын немесе әрбір сатқан сайын, әрбір қозғалыс жасағанымыз үшін ең бірінші кезекте 0,03% комиссия, плюс оған 1500 теңге и плюс как минимум ең кем дегенде $9128. Яғни $9128 төлейтін болып табылады. Ол деген өте үлкен ақша болып кетеді. Общий есеппен алған кезде енді просто наличный ақшаны есептейтін қарасақ, 1500 теңге $9 қоссақ, шамамен алғанда бір 6000-7000 теңгедей шығады. 7000 теңге просто төлейміз және 0,04% бүкіл сделканың, яғни $10,000 болса, соның бір $40 ма, сондай шамамен $40 комиссия төлейміз. Яғни бұл деген өте үлкен сумма. Біз ондай ақшаны инвестиция арқылы табамыз ба, таппаймыз ба, яғни просто комиссиямен ақшаны ұтылып қалуымыз мүмкін. Сонымен қоса американский рынок үшін, яғни шетелдік рынокта счет жүргізгіңіз келсе, яғни өзіңіз счетта ақша ұстау үшін доллармен, ол кезде сізге ай сайын немесе жыл сайын қателеспесем 1000 теңге просто үстінен налог ұстап отырады. Сол себепті халық инвестпен айналысу, бұл брокерді таңдау бізде Қазақстан компанияларын сатып алу үшін өте тиімді болып келеді. Шын мәнінде 1000 теңге деген өте аз, өйткені біз үлкен саудалар жасауымыз мүмкін. Ал американский рынокқа жол ашқымыз келсе, немесе жаңағы Tesla, Apple, Amazon деген сияқты акциялар сатып алғымыз келсе, ондай жағдайда бұл брокер біз үшін өте тиімсіз болып саналады. Екіншісі бізде Freedom Finance деп аталады. Екінші брокер бұл жаңадан емес, негізінде бірнеше жыл болған әрине бұғанда, бірақ енді соңғы жылдар ғана танымал болып келе жатқан және мен өзім шынын айтқанда қолданатын брокерлердің бірі. Freedom Finance бұл жерде Қазақстан акциялары үшін екі түрлі тариф ұсынады. Яғни премиум тариф және баланс деп аталатын тариф ұсынады. Соның ішінде KASE және AX индекстер бойынша енді примерно ұқсас, бірақ екеуіне бөлек-бөлек. KASE-ның құрамындағы акциялар үшін бір бөлек тариф, ал AX индекстің, яғни осы бір фондтың құрамындағы акциялар үшін бір бөлек бір комиссия ұсынады екен. Бірақ енді қарап көрейік, KASE үшін әр сделка үшін шамамен 0,2% просто комиссия, яғни сонымен қоса ол премиум версиясында, ал баланс версиясында 0,04 деп айтсақ болады, 0,04% комиссия саналады. Бұл шын мәнінде негізінде өте аз. Ал екіншісі міне AX, ол дейтін 0,25% премиум версияда, яғни премиум тариф бойынша, немесе как минимум 1000 теңге алады. Әрбір сделка үшін, әрбір сатып алған кезде немесе сатқан кезде, жаңағы халық финансы секілді 1000 теңге алынады. Немесе баланс тарифінде бұл жерде 0,9%, немесе 0,1 десек болады бұны.
0,1% немесе как минимум 1000 теңге әрбір сделка үшін осы алынады. Сонымен қоса премиум тарифінде содержание счета, то есть ол жерде Freedom Finance'та ақшаңыз болғандығы үшін, Қазақстан рыногына арналған ақшаңыз болғандығы үшін сізден ешқандай не алмайды, яғни онда ақшаңыз болғандығы үшін сізден ешқандай комиссия алмайды. Ал баланс тарифі бойынша 3000 теңге. Егер бір айдың ішінде мүлде бірде-бір сделка жасамасаңыз, сізден 3000 теңге алып отырады әр ай сайын. Сол нәрсені ескеруіміз керек. Ал енді вывод денег, егер Қазақстан несінен ақша шығаратын болсаңыз, Freedom Finance'тан ақша шығаратын болсаңыз, онда комиссия премиум тарифте де, баланс тарифте де 600 теңге болып табылады. Яғни 100 000 теңге шығарсаңыз, оның 600 теңгесін комиссия ретінде тастап кетесіз. Сол себепті бұл Freedom Finance брокерлік системасы, немесе брокерлік приложениесі Қазақстан Республикасының компанияларының акцияларын алу кезінде тиімсіз болып табылады деп ойлаймын мен. Мұндағы комиссиялар негізінен үлкен деп санаймын өз басым. Ал екіншісі, бұл Freedom Finance'тың шетелдік рынокқа жол ашуға ұсынатын комиссиялары. Бұл жерде негізінде толық дұрыс көрсетілмеген болуы мүмкін. Мен өзім айналысатын болғандықтан, мен сәл мына жердегіден қарағанда сәл көбірек білемін. Яғни Freedom Finance'та бір сделка үшін мына жерде 0,100 деп көрсетілген. Яғни 0,100 әрбір акцияның штугына 100 штук акция алсаңыз, әрбіріне 0,100 доллардан алған кезде сізден $1 алады. Яғни 1,2 доллар деп санасаңыз болады. Яғни 100 штук алсаңыз, немесе 1 штук алсаңыз осындай болады. И бұдан бөлек таза комиссия бар, 1,2 доллар, просто кез келген сделка үшін 1,2 доллар комиссия бар, плюс 0,5% от суммы сделки, то есть сіз жасап жатқан сауданың мөлшерінен 0,5% алып қояды. То есть 1000 долларға сауда жасасаңыз, енді есептеп қарап көрейік, 1000 долларға сауда жасадыңыз, 10 штук акция алсаңыз, әрбір штугын 100 доллардан 10 штук акция алдыңыз, 1000 долларға, онда комиссия былай болады. Біріншіден, әрбір штук үшін 0,100 доллар деген, ол деген 0,1 доллар ұстайды деген сөз ол сізден бірінші. Яғни 10-ға көбейтсеңіз. Екінші кезекте 1,2 доллар ол просто комиссия ұстайды, яғни дополнительный комиссия болып саналады. И енді 0,5% от суммы сделки, то есть біз 1000 долларға сауда жасадық. Енді біздің неміз, ол жерде комиссиямыз тоже 5 доллар болады. 5 доллар тоже алады. Сонымен шамамен алғанда бір 7-8 доллары 1000 доллардан комиссиямен кетеді десе болады. Сол жағын жақсылап қарап ескеруіміз керек. Ал енді Freedom Finance'та бізде шетелдік счет жүргізуге ешқандай ақша сұрамайды. Яғни комиссиясыз қалған уақытта ақшамыз тұра береді. Ал ақша шығару бізде Freedom Finance банктың өзінен комиссия жоқ, яғни 0 теңге. Ал шетелдік, яғни басқа да, мысалы Каспий арқылы шығарсақ, халық арқылы шығаратын болсақ, онда 0,3% комиссия ұстайды, немесе как минимум 30 доллар. То есть ол деген өте тиімсіз болып келеді. Өйткені бір 14 000 теңге просто так комиссияға кетіп қалады, егер Каспийдан ақша шығарсаңыз. Сол себепті біз Freedom Finance'ның өзінен шығарғанымыз дұрыс болады. Бұл компанияның банктері негізінде бар, Қазақстанда өте көп. Іздеп лучше өздерінен шығарған дұрыс, егер ақша шығаратын болса. Бүгін біз қарастыратын үшінші брокер ол Жусан Инвест. Жусан Инвесттің тоже екі түрлі бөлімі бар. Ол Қазақстан компанияларының акцияларына арналған бөлімі, екіншісі шетелдік акцияларға арналған бөлім. Яғни қазақстандық рынокқа ұсынатын комиссиялары ол бізде бірінші КС индексінің фондқа бізде 0,104% комиссия ұстайды. Яғни кез келген сделкаға, кез келген Қазақстан компаниясын алсаңыз. Ал екіншісі AX, яғни ол AX фондындағы, яғни осы фондқа жататын акциялардың кез келген алатын болсаңыз, онда 0,105% плюс 0,1%, яғни 0,115% десе болады. Сондай комиссия ұстайды. И ол комиссия как минимум 2 доллар болу керек. То есть 2 доллардан төмен бола алмайды. Ал содержание счета, то есть ол жерде Қазақстан компанияларының акцияларына арналған счетты сіз өзіңіз ұстайтын болсаңыз, ол жерде сізден ол үшін ешқандай комиссия алмайды. Екінші бөлімі бұл Жусан Инвесттің америкалық рынокқа арналған комиссияларын таныс көрейік. Ол жерде тоже жаңа халық финанстық секілді нелері, комиссиялары өте үлкен. Әрбір сделка үшін 0,1% плюс 0,3%, яғни просто от суммы сделки алады осы нәрсені.
яғни сіз $1000 ашсаңыз, оның 0,13% алады, и ол сумма как минимум $8,5 болады. И бұдан бөлек дополнительный комиссиялар бар Жусан Инвесттің, ол деген 1000 теңге, яғни теңгемен, плюс шетелдегі рынокпен байланысқанда үшін онда евромен төлейді, яғни плюс 5 евро төлейді. Енді итоғы қарап көрейік. 0,1% плюс $8,5, плюс 1000 теңге, плюс 5 евро, былайша айтқанда өте үлкен сумма шығады. Енді бір шамамен 10.000 теңгедей, плюс оның үстіне 0,1% сіздің қаншақты сумма жасағаныңызға байланысты өзгеретін комиссия тоже бар. Ал америкалық счетта жүргізгендігің үшін Жусан Инвест ешқандай комиссия сұрамайды. Бірақ әрбір сауда үшін 10.000 теңге, 20.000 теңге кетіп отыратын болса, өте тиімсіз болады, өйткені біз ондай ақшаны табуымыз қиын болуы мүмкін, яғни комиссиядан просто так ұтылып отыруымыз мүмкін. Сонымен 3 брокерді қарастырдық: Freedom Finance, Халық Инвест және Жусан Инвест. Енді кезекте мен Freedom Finance-ға тоқталғым келіп жатыр көбірек, өйткені өзімде де осы Freedom Finance қолданамын. Сол себепті осыған көбірек тоқталып өтейін. Яғни бірінші портфельден бастайық. Бейсен Дарын Шакенұлы. Бұл жерде мен атым көрсетілген, өзімнің реальный портфелім. И мен банкке барып бұл портфельді ашқанмын. Бұл портфельді ашқан кезде бұл жерде екі түрлі нәрсе бар, яғни екі түрлі счет болады: торговый счет және накопительный счет. Торговый счетта сіздің сауда жасайтын, яғни сол жерде акцияларды сатып алып сататын счетыңыз. Ал накопительный счетта, мына жерде байқап тұрған болсаңыз, бұл жерге ақша салсаңыз, бұл жерде ақша тұрып, өзімен өзі көтеріліп өседі. Яғни доллармен салған болсаңыз, бір жылда 5,31% доллармен, депозит сияқты нәрсе болады. Евромен салсаңыз 3,8% евромен өсіп отырады, немесе теңгемен салсаңыз 10,5% Каспийдің депозит секілді сақталады. Freedom Finance депозит. Енді бұл жерде таныстыратын нәрсе, кез келген акцияны осы жерден поиск по тикеру деп іздей аласыз. Ол біріншіден. Екіншіден, бізде главный экран осы болып табылады. Кірген бойда, астында қарасаңыз, котировки, портфель, идеи және меню деп тұрады. Менюда қазір көрсетемін, әрқайсысында не бар екенін. Бірінші котировки деген бөліне, міне, индекс S&P 500. Міне, біз осыған дейін айтып келген Американың ең мықты компаниясын өзіне қамтыған индекс болып табылады. Ол индекстің бағасы $5,000 тұрады. Яғни осыны алсақ, Американың ең мықты 500 компаниясына ақша салған болып табыламыз. Ал астында тура көріп тұрғандарыңызда индекс кассе, ол Қазақстан компанияларын өзіне қамтыған кассе. Яғни бұл индексный фонд болып табылады. Оның бағасы 4965 теңге қазіргі таңда. Бірақ сіздер бұл видеоны көрген уақытта оған дейін өзгеруі мүмкін. Ал жоғарғы жағында мұнда новостьтар шығарылып тұрады. Яғни акциялар әлемінде не өзгеріс болып жатыр, қандай нәрсе өзгеріс алып келіп жатыр, қандай компания отчет шығарып жатыр, сол нәрселерді жоғарыда новостьтар оқып отырсаңыздар болады. Ал енді әрқайсысын жеке тоқталып қарап көрейік. Котировки дейтін бөлімде, бізден сол жағынан қарасаңыздар, котировки деген бөлімде бізде әртүрлі акцияларды біз избранныйға сақтап қойғанбыз. Мен өзім просто сақтап қойғам. Бұл компаниялардың барлығы бірдей менде жоқ. Просто мен осы компанияларға қызығам. Яғни осы компанияларды зерттеп жүрмін. Осы компанияларды өзіңізге сақтап, қалған уақытыңызда ашып, бағаларын көріп зерттесеңіз болады. Кез келген акцияға кіріп, міне ортадағы суретке қарасаңыз, яғни өзінің қалай қимылдап жатқан, бағасы қалай көтеріліп түсіп жатқанын көрсеңіз болады, және аналитика жасасаңыз болады. И астында торговать дейтін кнопканы басу арқылы сатып алып немесе сата берсеңіз болады. Яғни приложение өте оңай жасалған. Бұл біз үшін, то есть мен үшін как минимум өте ыңғайлы болып табылады. Ал енді идея дейтін бөлімге кірсеңіз, ол жерде инвест идеялар ұсынады сізге әртүрлі. Қандай акцияны не үшін алуымыз керек, сол нәрсеге көп нәрселерді көрсетеді. Яғни мынау акция шамамен алдағы уақытта осылай өсуі мүмкін, себебі былай деген сияқты әртүрлі идеялар ұсынады. Осы нәрсені тоже қарасақ болады. То есть мен сіздерге больше осы Freedom Finance-тан счет ашуға совет беретін едім. Ол счетты қалай ашу керек екенін YouTube-тан қарап көруге болады, немесе мен өзім жеке басым банкке барып, банктен өздерінің полностью мәліметтерімен таныстырып, қандай банк екені, счетты қалай ашатыны, сол жерде инвестиционный счетты толығымен маған сол жерде арнайы брокер ашып берген болатын тұғын. Қазір жалпы солай мен өзім үйде отырып ашқан жоқпын, банкке барып тікелей аштым. Солай ашу более безопасно болады деп ойлаймын өз басым. Сонымен бүгінгі күнгі тақырып аяқталды. Назарыңызға көп рахмет. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видеоларда жүздескенше.